Еуропа ғарыш агенттігінің JUICE аппараты жақында Юпитер бағытындағы 8 жылдық сапарына аттанады. Миссияның мақсаты газдалыптар маңында тіршілік пайда болуы мүмкіндігін зерттеу, және Юпитер жүйесін қазір көптеп ашылып жатқан алып экзопланеталар үшін эталон ретінде талдау. Анимацияда JUICE-тің Юпитерге жолы және газдалып пен оның мұхитқа ие үлкен серіктері маңындағы қозғалысы бейнеленген. Миссияны ғарышқа 2023 жылы көкекте Kourou ғарыш айлағынан ұшқан Ariane 5 зымыраны шығарады. Жер-Ай жүйесі және шолпан маңындағы гравитациялық маневрлер сериясы кемені Юпитерге бағыттайды. Бұл ұшып өтулер ретімен көрсетілген. Жер-Ай тамыз 2024, шолпан тамыз 2025, жер қыркүйек 2026 және қаңтар 2029. Маневрлер арасында JUICE күнді айналумен болады. JUICE-тің Жер-Ай жүйесі тұсынан өтуі тарихтағы алғашқы осындай маневр болмақ. Ай тартуынан үдеу алғаннан небәрі 1,5 күннен соң жер қасынан да өту JUICE-ге елеулі мөлшерде отын үнемдеуге мүмкіндік береді. JUICE ғылыми миссиясын Юпитер орбитасына шығардан 6 ай бұрын бастайды. 2031 жылы шілдеде Юпитер жүйесіне жеткен JUICE күн жүйесіндегі ең үлкен серік Ганимед тұсындағы маневр көмегімен газдалыпты айналатын орбитаға шығады. Юпитер орбитасындағы 4 жылда аппарат планета мен оның ірі 3 серігін Ганимед, Каллисто, Европаны егжей-тегжейлі бақылайды. JUICE 2032 жылы шілдеде мұзды қабырғасында сұйық су мұхиты барының айқын дәлелдері анықталған Европаның тұсынан 2 рет ұшып өтеді. JUICE серіктің белсенді облыстарын, бетінің құрамы мен геологиясын талдап, қойнауындағы сұйық су ошақтарын іздейді. Сондай-ақ Европаны қоршаған плазма қабығы мен жұп-жұқа атмосфераны зерттеп кезінде байқалған су буы шашындарын табуға тырысады. Каллисто маңынан ұшып өтулер сериясы бетін кратерлер ойған және қойнауында мұхит болуы мүмкін. Осы көне денені зерттеумен қатар JUICE орбитасының Юпитер экваторына қатысты бұрышын өзгертеді. Бұл 2032-34 жылдары Юпитердің поляр аймақтары мен жоғары ендіктерін зерттеуге мүмкіндік береді. Ганимед пен Каллисто тұсындағы маневрлер тізбегі JUICE орбитасын түзетеді. Ол дұрыс бағдарланып, отын шығынын барынша азайтады. Сөйтіп ол 2034 жылы желтоқсанда Ганимед маңындағы орбитаға шығып, басқа планетаның серігін айналатын алғашқы ғарыш кемесі атанады. JUICE бастапқы эллипс орбитадан биіктігі 5000 км дөңгелек орбитаға, сосын 500 км-лік дөңгелек орбитаға түседі. Ганимед күн жүйесіндегі магнитосферасы бар жалғыз серік. JUICE бұл құбылыс пен серіктің ішкі магнит өрісін, сондай-ақ оның плазма қабығының Юпитермен әсерлесуін зерделейді. JUICE Ганимедті планеталық нысан ғана емес, ықтимал тіршілік ортасы ретінде де қарастыра отырып, оның атмосферасын, бетін, бетасты қабатын, қойнауын және жерасты мұхитын зерттейді. Уақыт өте JUICE төмендей береді, ақыры орбитаны ұстап тұруға отын жетпей қалады. 2035 жылдың соңында аппарат Ганимед бетіне құлайды. Анимация осы соққы көрінісімен тәмамдалады.